Мен өлгеннен кейін әкеңнің алдында итке сүйреп тастаса мен сүйегімді. Марқұм Заманбек Нұрқаділов ағамыз сіз 50-ге келген кезде 50 жылға атадым деген сөз аузынан шыққан екен. Жалпы қазіргі таңда сіз үшін Қазақстанда кім авторитет аға? Авторитет. Жазып алдың не? Ой, бәлелер. Жалпы екінші рет сізге өмір берілсе, нені істемейтін едіңіз аға? Өмірге келмесе. Соған қарағанда түздегі балдарыңыз көп қой деймін аға. Жігіт болып, жөнді болып, мынадай кездерде болды ғой, жасырмай. Машаллах дейді, иншаллах дейді, астағфираллах дейтіндерге өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Сақалын жіберіп, қыздарымыз жаңа жауып алып, сөйтіп, көрсетіп, мен осындаймын деп, соған міндет қылып есептеймін, соған қарсымын. Демек, мына сақалға періштелер үймелейді деген бос сөз болып тұр ғой? Ол да популизм. Камера крупный планмен алыңызшы ағамды. Мына жерде мына қараңызшы, біреу, екеу, үшеу. Яғни шынымен де тәждің анау белгілі. Иә. Оны ойламаппын. Біздер патшадан да паңдармыз. Біздер біреулерге арманбыз. Аға, сөздің шыны керек, бүгінгі таңда уақыт тапшы, өзіңіз білесіз. Шыны керек, бір ауыз сөзім жерге қалдырмай, өзіңіз өстіп сұхбат беруге келісім бергеніңізге үлкен алғысым шексіз. Сізді енді дүйім жұртшылыққа таныстыру мен тарапынан ағаттық деп санаймын. Қазақтың маңдайына біткен ол екеніңіз баршаға аян. Жалпы қазіргі таңдағы өзіңіз не істеп жатсыз, кинода көрінбей кеттіңіз, сол жағына тоқталсақ. Дұрыс, әптегеннен не деуші дәргі? Нағыз өмірлік шынайы сұрақ қойдың, уақыт тамшы деген. Уақыт тамшы. Уақытқа таң атса күн батады, күн батса таң атады. Баяғыда Кенен атамыз Әзірбаев өлең айтады екен, қойшылар, қой баққанда кеш батпайды деп сөйтпақшы. Бізде қой бақтық ауылдың жекеменшік қойын кезек бағамыз ғой. Соны таңертең алып шығып, түс келмейді ғой. Түске дейін барсаң бір шай ішесің ғой, барып болмаса шала ішесің. Кеш батпайды ғой жаңа. Бір күннің бір жылдай уақыт өтпейтін. Қазір зулап, қас қағым. Өтеді де кетеді. Оның рас, уақыт тапшы. Уақыт тапшы болғаннан кейін адамдардың арасындағы қарым-қатынастарда тапшылық болып келе жатыр. Ол қарым-қатынастарда шынайы болмай, жүрекпен емес, кейде білекпен болып жатыр қарым-қатынастар. Сондықтан енді уақыт тауып маған назар аударғаныңа саған да рахмет айтамын. Біріншіден, осы ағаның айтары бар шығар деп. Айтарымыз көп, кейде аузымыз жабық, айта алмаймыз. Айтқанмен не пайда дейтін кез болды қазір. Не қыласың деген қазақта бір жаман сөз. Қайтесің сол, не қыласың, бір мәнісі болар деген аңғау, адал қазақтың өзін-өзі жанын тыныштыққа шақыратын бір себеп салдарлар. Әйтпесе өзінің өмірін жақсартуға, ұлттың өзінің болашағын ойлауға, ол үшін күресуге шақыратын мақалдар емес ол. Сондықтан әрине уақыт тапшы, өтіп барады заман. Бүгін істемегенді ертең істемесең тіпті қиын. Бүгін істейтін нәрсені бүгін істеп тұрмасаң, ертеңгі қарыз болып қалғаның тіпті қиын. Сондықтан сұрағың өте жақсы. Не істеп жүрсің деген келгенде, қарапайым сөз айтсақ, тірі адам тірлігін істеп жатады. Әйтеуір әуезов театрының актер екенін бүкіл халық біледі ғой, соның тізіміндемін. Пенсияда болған менен сол шал-шауқандардың рөлін ойнап жүрмін. Дегенмен де кинода жоқсыз аға қазір. Пенсиядағы адам болғандықтан беретін айлығының сол жартысын ғана заң бойынша береді. Содан соң сабақ беріп жүрмін, әйтеуір қазіргі енді білген көргенімізді, жинаған тергенімізді кейінгілерге үйрету хақына ие болғанымызға шүкіршілік етеміз, өйткені өміріміз талай нәрсеге жетті. Ал енді ең бастысы мені халық кинодан өте жақсы көрген, кино жағынан ұяттымын енді. Ұяттымын.
тарс жабылды. Ол әлемнің маған есігі. Енді ол мүмкін объективтік оңтайлы шаруа болар. Бәлкім менің тұр сұлу атым халықтың әбден көзіне жабысты болған шығар. Менің бұрынғы досым бар, қазірде бар ғой, жарықтық аман болсын, Сатыбалды Нарымбетов деген режиссеріміз бар. Сол кісі алғашқы бір-екі фильмде түсірді. Кейін әзіл жағын аралатып, сен бізді ұмыттың ғой дегенде айтатын уәжі былай болды. Сіздің бетіңіз жылтың кетіп күнде көріне береді, ал киноға жаңа түрлер керек дейді. Деп көңілді қалдырғаны бар. Кейін ол жағынан да көңіл қалдырды, сонан кейін адамгершілік, достық жағынан да көңіл қалдырған тұстары бар. Ол жігіттен аманшылық қана тілеймін, аман болсын. Бірақ ол нәрсемен мен келіспеймін. Американың фильмдерде сол Ричард Гир, сол жаңағы Шерон Стоун, сол мықты актерлар, жаңағы Джейсон Стэтхэм ба, кинодан киноға аттар өзгеріп, рөлдер өзгеріп жатса, соны ойнап жатады. Яғни бір бет, бір түр болса да, солар актерлық шеберлікке, өнерпаздыққа көбірек мән береді. Осыда өткенде атын атап түсіністемей қойын, бір танымал режиссер ағамыз айтады. Шынымен де Тұңғышбай ағамыз енді ол кісі киноға деген спроста тұр дейді. Қазіргі тілмен айтқан кезде. Өйткені ол кісіні барып алғымыз келеді дейді, бірақ біз ол кісіні алатын болсақ, кинотеатрлардың бізге есігі жабылады деп жатыр да. Соған қарағанда артында кім тұрған белгілі сияқты оның барлығын. Соның себебі аға бұл бір қазақтың бір бойындағы бір пасықтық бір мінез емес па, сондай бір-бірімізге жауласып, жасықтық. Жасықтықтың ар жағы пасықтық дұрыс, ол да тұрады. Адам болған соң, пенде болған соң, адам баласында тән кемшіліктердің бәрі біздің мойнымызда бар. Қазақтың мойнында әсіресе бар. Қазақ жалқау дейміз де, қой біз жалқау емеспіз, өзіміздің жанымызды арашалаймыз, жалқаумыз. Бірақ қаржымен жұмыс істегенде тауға апарып жүретінде біздің күш қаржымыз бар. Бірақ жаңағы мен алдында айтқан мақалым, қайтер дейсің, не қыласың, соны қойшы, бір мәнісі болар деген уақытпенен санаспайтын, уақыт оған көнбейтін нәрселерге қазақ соған үйреніп алған. Өйткені әу баста басында өткен неше түрлі қиын замандардан запысты болып қалған халық па деп ойлаймын. Қанға сіңіңкіреп қалған, бастан келсе өлдік, арттан келсе көндік деген қазақтың ең жаман мақалы ол да. Сондағы үйреніп қалған жағдай ғой деп ойлаймын. Сондықтан ол режиссерға рахмет, сұраныста тұр, бірақ біз оны қойсақ, кинотеатрлардың есігі жабылады дегені дұрыстау емес, бірақ кинотеатр есігі керісінше ашылады. Ол дұрыс ойлап отқан жоқ. Оны айтайын деп отырған шындығын бүркемелеп отыр. Сол ғой. Ол жаңағы прокатты емес, сол прокатқа киноны жіберетін басшылардың қырғи қабағына жолығып қаламыз деп тікелей айту керек еді. Оны айтпағасын бұрмалап айтқанын, енді ол да жаңағы жасықтығы, ол да шындықты бетіне тікелей қарай алмайтындығы. Ал енді мені актер ретінде бағалағаннан құлдық рахмет айтамын. Қазірде киноға түспей жүрген себебім салдары да сол. Мен тұрмақ үйдегі жеңгем де киноға түсірмейді. Жеңгем. Қорқады. Ана бәледен бәлеге қалармыз. Аға, жалпы тіріңізде, қазіргі таңда тіріңізде маңдайыңыздан сүймей жүргендер ертең басыңызға қойылған тасты бар. Сол тасты барып құшақтап кешірім сұрай ма деп мен кейде ойлаймын да. Сіз өзіңіз қалай қарайсыз соған? Кім біледі? Тағдырлы қазақ десең өзіңе тиеді. Ай, жақсы адам. Қайта, Құран шалып, бағанағы Құран бағыштап қой сойып басыңызға. Жақсы адам еді. Ой, ол болды. Мен Құман ағам жайында айтқандай, сөйтіп тасымды сүймесе де, іштей, ол болды дейді да, ары қарай өмір сүріп жүре береді. Өйткені заманда қатыгез, бүгінгінің ертеңгінің арғы күні біріне бір ұқсамайды. Сонан соң ұмытшақпыз. Кешегі қадірімізді бір 2-3 ай ойлап жүріп, ол қадірдің қадірі кетіп қалғанын ұмытып кетеміз. Басымызға түскенде ғана, бұл солай еді ғой, солай болған еді ғой деген өкпе наздан, сағыныштан, арысыда қалған, жаңағы өкініштен туған сағынудың не керегі бар? Айтатыны сол ғой қазақтың, Махамбеттің айтатыны бар. Тірлігімді сыйласпаған ағайын, мен өлген соң жыласам, қым құйылсын көзіңе дейді. Осы тұстаға өзіңіз Кеңсайда жерленетін бетіңіз әлде Түркістанда ма, әлде Астанада ма? Қай жерді таңдайтын едіңіз? Өлгеннен кейін қайда жер ананың қайсы да сенің бесігің ғой. Қай жерге бұйырса сол жерге жатарсың. Бірақ ойланғанда
әрине Түркістанда менің бар, хандар жерленген жерде. Хандарды ойнасам да, ол жерге жерленгенде маған ол жерден үміт күтпеймін, оны ойламаймын да. Бірақ менің өзім кіндік қаным тамған таразым бар. Сол таразды тербетіп тұрған тек тұрмас әулие бар. Сол тек тұрмастың төңірегінен орын табылса, шүкірлік етемін. Біраз жігіттерге де айтып қойдым, мен өлім жайлы ойламай жүрген жоқпын. Тараздағы өнердің төңірегіндегі жүрген інішектерге айтып қойдым. Олай бұлай болып кетсек, қалай болғанда да мына тек тұрмастың жанынан бір орын табыңдар. Өзіңіз білесіз ғой, қазіргі таңдағы көптеген азаматтар жауыр болған, әбден қисыны қалмаған сұрақты айналдырып кеп қоя береді. Сондықтан мен оны қайттан қозғағым келмейді, бірақ қаузалмай кеткен бір-екі сұрақтар бар, соларды бір қойып өтсем. 70 жас мерейтойыңыз болған кезде өзіңіз басқарған, қазіргі осы әуезовті басқарып отқан, сол бұрында басқарған, әуезовті басқарған азаматтар неге рұқсат бермеді сіздің жалпы мерейтойыңыздың өтуіне аға? Мерейтой деген ұғымға келгенде менің 70 жас мерейтойым тойланған жоқ деп айта аламын. Өйткені назар болмады, үкімет жағынан назар болмады. Бірақ ол кездегі сенаттың төрағасы, бүгінгі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы құттықтап телеграмын жіберді. Сол кезде сенатор Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаева құттықтау телеграммасын жіберді. Облыстық әкімдердің ішінен Ақтөбе облысының әкімі болып тұрған кезде Бердібек Сапарбайұлы телеграмманы жіберді. Жамбыл облысындағы жолдас шаралар, жаңа әкімшілікте істегендер телеграмманы жіберді. Бірақ енді осынша өнерге еңбек етіп жүріп, 30-дан 40-қа таяу фильмге түсіп, театрда 70-ке таяу басты рөлдер ойнап, халыққа Абылай ханды дүниеге әкелген, Әбілқайырды дүниеге әкелген, Жәнібекті дүниеге әкелген, Салқам Жаңғырды дүниеге әкелген деген сияқты, Оразмерген дүниеге әкелген сияқты, осы ағамыздың өнерде жарқырап жатқан жолы бар еді ғой деп тойлау болған жоқ. Оған мен өкінбеймін, енді әрине көңілде кішкене ғана өкпе назы қалды. Оған өкінбеймін, өйткені өмірдің бәрі тойлаудан тұрмайды. Той ол жай әншейін бір халықтан екінші халыққа көшу ғой. Егер мен жайлы ойламайтын болса, мен зорлап ойлаттырмайтын жынды мінезім бар. Сыйласаң сыйғысым, сыйламасаң бір кісімін деген менің Қадыр деген соғыс көрген әкемнің мақалы бар еді. Мен өлгеннен кейін әкеңнің алдын бәлеға итке сүйреп таста менің сүйегімді дейтін. Тірі кезінде сыйла деген сөз ғой, Махамбеттің сөзі ғой жаңа. Сондай мінез менде де бар. Міндетті қылмаймын, неге мені тойламадыңдар деп. Біліп жатса рахмет, білмесе оған да рахмет. Бірақ басқарып отырған жігіттерде ондай пәтік болмады. Сондықтан олар енді қорықты. Көлеңкесінен қорықты. Осы тұстағы айтылмаған әңгіме ғой. Марқұм Заманбек Нұрқаділов ағамыз, сіз 50-ге келген кезде 50 жылға атадым деген сөз аузынан шыққан екен. Енді 50 жылқы деген, енді ол шүйір жылқы енді былай айтқанда. Әжептәуір жылқы. 3 үйір жылқы аға. Керемет бай болатын. Ол жылқылардың саны қазір қанша? 5 мың болып болған шығар аға. Солай болған шығар енді. Заманбек марқұм мәрт жігіт еді ғой енді. Жақсы көретін, мен де жақсы көретін ол кісіні. Ол кісінің арқасында мен театрға қанша пәтер алып бердім балаларға. Ол кісінің арқасында қаншама бір келіспей жүрген мәселелерді келістіріп жібердім. Соның оның алдындағы Шалбай Құлмаханов деген әкім болды. Сол әкімнің арқасында, бір-бірімізге сыйластықтың арқасында мраморлардың бәрі құлап түсіп атқан, төбесіне су ағып атқан, қирап атқан театрды сол қаланың ақшасына жөндетіп алған жағдайларым болды. Сондағы сол Заманбек ағамыз өзінің 50 жылдығында сахнаға шығып тұрып, мен сенің 50 жылдығыңа 50 жылқы сыйлаймын деп айтты. Енді сөз айтылды, кетті. Мен ертеңіне аға қайда жылқыңыз деп баруға мен арландым. Ол кісінің де басына сол кезде істенді. Сөйтті арада бір 2-3 ай болды ма, болмады ма, ол кісі де кішкене жұмыстан кетіңкіреп қалды да, сол өзі кеткеннен кейін жылқыларды сол кісі бірге кетті. Кейін барып, әзілшін араластырып аксыға айттым, Зәке, осындай айтып едіңіз, сол 50 жылқы, өй, сен оны алған жоқсың бе? Ойға қалай алам, мен сіз айттыңыз да қалдым. Ой, сенің момындың ай. Өй, мынау Алматыда 19 аудан бар. Әр ауданның әкіміне 2-3 жылқы әкеп бер десем әкеп беретін еді. Неге менің есіме салмадың? Деп мені ренжіп, болары болды да рахмет. Дедім, бірақ жаңағы көмекші шақырып алды. Ей, мынау Тұңғышбай ағаң ел үшін айырылып қапты ғой, айтқан сөзімізді. Ұят болып, биылғы соғымын жасап бер деп тапсырма берді.
жасалынды. Оған рахмет, көңіліне рахмет. Ол ел жұртын алмасам да алғандай күйге болдым. Жалпы қазіргі таңда сіз үшін Қазақстанда кім авторитет аға? Ең қиын сұрақ. Авторитет 90-шы жылдары Рыжий алмас, Черный алмас дегендер болды ғой. Оларды әдейі мынау насихат бойынша, ақпараттар бойынша оларды бандит дейді, анау дейді, мынау дейді. Ал енді оның байыбына барып қарасақ, ол жігіттер әділдік үшін араласқан адамдар. Шындық үшін араласқан адамдар. Жаңа ұрлықтың болмауы, болмаса жаңа бәрі орынды болу үшін араласқан адамдар. Олардың бәрі өнді кетті. Қазір ондай авторитеттер жоқ. Басқа авторитет қазір халықта, халықтың өзі авторитет қазір. Ұлттың өзі авторитет қазір. Оянды, келіспейтін айта бастады. Бұларың не дейтін болды? Бұрынғы бастан келсе өлдік, арттан келсе көндік деген мақалды айтпайтын болды. Қазіргі авторитет мен үшін қазақ ұлты. Құдайға шүкір келе жатыр. Енді мен көтеріліске шақырайын деп отырған жоқпын. Бірақ бұларың не деген халықтың сұрауына өзін авторитетпін деп жүрген, Құдайдың құлағын ұстап жүрген әкімдердің өзін назарды аударып қарайтын болды. Демек, ұлттың мерейі өскен сайын, ұлттың санасы өзгерген сайын, ұлт өзінің ұлттық қадір қасиеттерін жоғалтпау үшін күресуге дайын болғандығы мен үшін авторитет. Керемет. Аға, бір мынандай болмай ма сізде? Супер бір геройдың образын қалыптастырып, халықтың бір қошеметіне бөленіп, халықтың барлығы бағанағындай, өзіңіз білесіз ғой, халық жылтыраған нәрсені жақсы көреді. Тұңғышбай деп әрбір қазақ ұрандап бағанағы. Енді бұл яғни фильм жағынан болсын, болмаса өзіңіз айтып отқан бағана спектакльді өткізбеді деп отырсыз ғой, сонда бір спектакль арқылы енді қазір Қабатовтарда жүр ғой, Тұрсынбектерде. Мысалға шығады да аншлаг жинайды, балконға да адамдар сыймай қалады, мысалға. Супер герой да, ашығын айтып көрейік. Сондай бір өзіңізде мақсат. Супер герой деп айта алмаймын енді. Ол жігіттің өзін былай сыйлаймын ғой, кездеспеген адамын. Бірақ өнердегі былай негізгі базасы, білімі жоқ жігіт болғаннан кейін көп жерде көп қателіктер жіберіп жүр. Қызыл сөзді сабыратыны рас енді, бірақ қызыл сөздің бәрі өнер емес қой. Халық өнер менен, қызыл сөздің өнер менен жаңағы әсіре қызылдықтың арасына ажырататын жағдайға жетіп қалды ғой. Сондықтан мен енді актерлар өзі біз тойымсыз қалып, рөлге, басқаға өтірік айтады, мен жаңа атақты болғым келмеді, және өнерді сүйдім, өнер үшін ғана деген өтірік сөз айтпаймын. Атақты болғым келді, Құдайға атақты болдым. Қазір көрген адам бәрі менімен амандасады. Жоғары жақта жаңағы министрліктер ауысып жатқан кезде Қазақстанның 70% мені құттықтағанын мен қуана айтамын. Құтты болсын тұға деп айтқандары бар. Соның бәрі мен суперлігім ғой деп ойлаймын. Бірақ мен супер екенмін деп мен халықтан биік өзім санамаймын еш. Әне күнгі болған арыстың жағдайына жетіп барғым келді қастарына. Оның алдындағы болған жаңағы кейбір митингілерде заңды болсын, заңды емес болсын, солардың арасында болғым келді, рас. Бірақ мен қазір шартты түрде түрмедемін. Сондықтан маған қазір көп жерлерде көріне беруге болмайды. Оны жаңа мен қарап отырған жігіттер, қызыл жағалы жігіттер. Аға, кішкене сабыр етіңізші, жұрт жиналған жерге бармаңызшы, тойларға көп бара бермеңіз, Инстаграмға түсіп сізді көрсете бермесін. Сіздің жаңағы жауларыңыз, сізді көретін, жақсы көретін тырнақшаның ішіндегі адамдарыңыз көріп қалып бізге уәж айтады. Мыналарың сайрандап жүр ғой деп айтады. Содан бізді құтқарыңызшы, уақытыңыз өткенше деп жалынғандай болады ол жігіттер. Рахмет ол жігіттерге. Әлгі маған жалғандықтан, нақақтан жабылған жаланың арқасында шартты түрде үйден шықпаудың амалын жасап қойғандығынан сүлдерім құрып, амалдың жоқтығынан үйде диванды батырмыз дегендей, диванда отырып, сықырлатып, диванды сындырып жібере жаздаймын. Алға қазағым демесем, атамның басына қазақтың деп айтамын. Бұл күреске шақыру емес, бұл көтеріліске шақыру емес, бұл ұлттық намысты жоғалтпаудың төңірегіндегі жанкештілік. Мен өнерпаз адаммын. Егер қазағымның өнерге деген, тіліне деген, діліне деген
қадір қасиеттері өшіп қала жатса, онда мен де өшкенім, онда мен де өлгенім. Мен өмірім үшін неге араласпауым керек? Өнер менің өмірім. Өнер деген ол халық. Мен қазір кішкене тағы бір екі сұрақ қоятын болсам, ол дұрыс болмайтын шығар, өйткені алты алаштың маңдайына біткен ұлысыз ғой сіз. Ең бастысы, қазақ аман болсын, жұрт тыныш болсын, елмен жасай берсін. Мынау келесі сұрағым аға, өз тағдырыңыз туралы фильм түсіретін болсаңыз, не деп ат қоятын едіңіз? Яғни менің өзім жайлы өнерім, өзім жайлы спектакль, өзім жайлы кино түсіретін болсам, мен өзімнің төңірегімдегі кезеңім жайлы түсірем. Оның ішінде жүрген жалғыз мен емес, менің замандастарым да бар. Менің кезегімде декабрь болды. Менің кезегімде желтоқсанда қаным төгілді. Менің кезегімде қазақтың алғашқы президенті қазақ болды. Соған жүрегіміз жарыла қуандық. Аспанға шапқымызды аттырдық. Менің кезегімде, бірақ солың өзі қазір екіұдай түске түсіп қалды. Соның өзі жанға ауыр батады. Қазақ десең өзіңе тиеді. Патшаға барып тиген ауыр сөз менің жүрегіме кеп тиеді ауыр сөз. Ол кісінің жіберген қателігі менің қателігім болып шығады. Ол кісінің жасаған жақсылықтары менің жақсылығым болып шығады. Соған қуанамын, соған ренжимін, сондай нәрсеге ашынамын, сондай нәрсе болмаса екен деймін. Сондай кино түсірер едім. Жалпы балақтағы биттердің басқа шығатын кезі болады ғой? Олар бит болса болды ғой, шыға береді. Иә, шыны керек енді өзіңіз қаншамасын түлеттіңіз, қаншамасын ұшырдыңыз. Ұядан не көрсең ұшқанда соны білесің дейді. Бірақ дегенмен де шәкірттеріңізге ренжіп жатасыз ба? Оны да көрдік. Шәкірттің ұстазын сатқанын көрдік, менің басымда. Сол жоғарыдағы бастығына жағынам деп, соның жаңа туфлиін жалап, Мұхтар Шаханов айтқандай, жалаймын деп, мені сатқан шәкіртімді көрдім. Ол шәкіртіме қалай болғаны қайдам? Маған ауыр болды. Мен ауыр көрдім. Ол жаңағыны оған ашуланғаннан, соған өкпелегеннен емес, осындай заманның туғанына қапаланды. Оны мені сатуға қазіргі заман, қазіргі қоғам, сол қоғамда билік құрып отырған бишкештердің осындай жағдайға тап еткеніне қапаландым. Қойыңыз, ол кісі менің ұстазым еді, мен мұны айта алмаймын, мен мұны жасай алмаймын дейтін пәтік, батырлық, жігіттік болмағанына өкінемін. Демек, жалпы мен шәкіртім деген, жалпы ұлттың да кейбір пәтіктері басылып қалған ба деген ой келеді да, қатты қапа боламын. Болмаса, менің 70 жылдығын мен өзім жасағым жоқ. Шәкірттерім жасады. Қақпанда жатқан қасқырды құтқарар ма едіңіз? Ұрар ма едім дейсің? Құтқарар ма едіңіз? Қақпанда жатқан қасқырды ұрып не керек, ол онсыз да қақпанда жатыр. Оны құтқарар ма едіңіз сіз? Құтқару ма? Жоқ. Қазір бұрын енді көсем сөйлеп, жақсы көрінбек болып халыққа, о, мына кісі жаны нәзік екен ғой деген ұғым қалдыру үшін, обал ғой, жібере салар едім деген сөз айтар едім, қазір айтпаймын. Неліктен? Өйткені өзім қақпанға көп түстім, и мені құтқаратын адам болған жоқ. Ол жағынан мен ашынған айтып отқан жоқ. Яғни қасқыр, тегі қасқыр болғаннан кейін қасқырлығын жасайды. Ол оның жаңағы тектілігін былай қояйық. Қазақтың тотемі қасқыр ғой, бөрі, көк бөрі. Оның көк бөрілігін тотем дейді ғой, оны былай қояйық. Бірақ жыртқыштығын, қаншерлігін ойлағанда оны жіберуге болмайды. Демек, қақпанға түскені, сол қақпанды аттап, бір қасқырлық жасайын деген ұғыммен келген болады деп ойлаймын. Сондықтан оны мен құтқармас едім. Жалпы екінші рет сізге өмір берілсе, нені істемейтін едіңіз аға? Өнерге келмес едім. Сөйтсем, өнер әлемі ертегі екен. Өнер әлемінде де әділдік жоқ екен. Мен өнер әлемінде әділдік болмауы мүмкін емес деп келдім. Ол өнер ғой. Саған Құдай берді ме? Берді. Оны халық көріп тұр. Ал енді халық көріп тұрғанда көруге тиісті басшың, көруге тиісті министрің көзі көрмей тұрғанда қапа боласың ба? Болмайсың ба? Боласың. Жолың болып тұрған нәрсеге келе жатқан кезде тобықтан қағып ұшып түсіргенді көргенде қалай қапа болмайсың? Бұны түсіну ауыр. Мұны сезіну ауыр. Өнердегі әділетсіздікті көру, өнердегі әділетсіздікті сезіну, өнердегі әділетсіздікпен арпалысу өте ауыр
және әділетсіздіктің әділетсіздігі. Өнер Алладан келетін нәрсе, жаңағы Алладан келетін бір сезім. Сіз өзіңіз жалпы Құдайға сенесіз бе, әлде өз Құдайыңыз бар ма? Жоқ, Құдайға сенемін. Менің атам Жаманқұл Рахымелі 93 жасар өтті дүниеден, намазын жоғалтпаған, дәретін ұмытпаған, ораза ұстамай кеткен кетіріп болмаған әжем екеуі. Мен әжем мен атамның еншілеп алған тұңғыш немересімін. Мені өзінің баласы болған. Үлкен баласының баласымын. Немересі болдым, бірақ ол кісінің қасында намаз оқығанда, Құран оқығанда қасында отырып құлағыма әбден сіңіп қалған. Сондықтан өз Құдайым бар деп айту әпестік. Ол жоғарыда бір жаратушы бар, Алла Тағала. Оны басқа сөзбен де түсіндіріп айтуға болады. Былай да құйқылжытуға болады. Сондықтан мен Құдайға сенемін. 5 уақыт намаз оқымаймын, бірақ оқымақ келеді. Соны жөнді білмегеннен кейін, әлде заманым сондай болғандықтан, әдет болмай қалғандықтан намазға жығылғам жоқ. Сақалын жіберіп, қыздарымы жаңағы жауып алып, сөйтіп көрсетіп, мен осындаймын деп, соған міндет қылып есептеймін. Соған қарсымын. Біздің бабаларымыздың басына бағанағы оларға баруға болмайды, Құран бағыштауға болмайды, мойындарына тұмар тағуға болмайды. Бағанағы бір шерих деген бір керемет сөз шығып отыр. Шериф емес, шерих. Шерік. Бағана мынау арабизм. Бағанағы айтатындары бұйырса, Құдай қаласа дейміз ғой біз. Аманшылық болса дейміз. Олар бағанағы Құдай сақтасын дейміз. Машаллах дейді, иншаллах дейді, астағфираллах дейтіндерге өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Ал енді дін Арабстанда пайда болды. Арабстанда қыздардың басына пәрәнже киетін, ол жерде ыстық күн. Сол үшін шаң, құм, көзге, құлаққа, ауызға, мұрынға құм кірмесін деп жауып жүретін кез. Содан қалған. Бізде құм жоқ. Ол үшін жаңағы пәрәнже киюді, жаңа дінді әсірелеп, соған табындырып, оны культ жасау әдетіне шыққан. Мен ондай түсінбеймін. Қыздардың жүрегінде Алла Тағала болсын, жаратушыға да үлкен сенім болсын, намазында оқысын. Бірақ мен сондаймын, намазхамын деп көрсетіп жүрді, популизмге барған деп есептеймін де, мен онша келісе бермеймін. Бірақ әркімнің өз шаруасы. Араласуға болмайды. Сақал қойғанды да мен жігіттерге ұнатпаймын. Онша менің сақалым әсептер. Мен кино үшін сақал қоямын. Шал болғандығым үшін емес. Демек, мына сақалға періштелер үймелейді деген бос сөз болып тұр ғой? Ол да популизм ғой. Періштелер жүрек күймелейді. Ақылға сана күймелейді. Неге сақалға? Текеде де сақал бар ғой. Ешкіде де сақал бар. Жалпы тәңіршіл қазақтарға не айтасыз аға? Тәңірге табынатын қазақтарға. Мұсылман діні болғанша біздің елімізде талай отқа табынды, күнге табынды. Күн деп жүргеніміз күнге табығандар болғанбыз. Яғни бір жаратушының бар екендігін білгендігінің. Тәңір деген бір тәңір, ол да бір нәрсе, бір жаратушы. Бұл тұста олар адасты деп есептемеймін. Тәңір дегенді Алла деген ұғыммен де біріктіріп ойлау керек. Тек қана біздің халқымыз бұт пайғамбарға табынған жоқ, басқалардың бәрі кезегімен келіп отырды. Ең соңғы дініміз, ең соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Міне сол дініміздің, сол несімнің жағдайы. Тәңіршілік мұсылмандыққа дейінгі болған жағдай. Олай емес пе? Жалпы дұрыс дейсіз ғой? Дұрыс нәрсе ол. Бірақ енді тек тәңіршілмін деп бүгінгі дінді тарк етуге болмайды. Тәңіршіліктен кейін мұсылманшылық келеді. Әлде отқа табудан ба? Әлде күнге мен анығын білмеймін. Күн бабалар рухына табынады. Бабалар рухына табынған. Енді бұл сұрақты қалай қабылдайтыныңызды білмеймін, бірақ енді болған дүние өзім басымда. Театрда істейтін бір жігіт, жасы бір 22-де ғой деймін. Ол айтады, мен өзім әкем танымаймын дейді. Шешем бар, бірақ кейіннен келе ес білгеннен кейін шешемнен сұрасам, сенің әкең бір танымал тұлға деп айтты дейді. Бірақ айтпады дейді атауын. Шешем де қайтыс болып кетті дейді. Әлі дейін әкемді іздегім келеді дейді. Тұлғалар бізде осы именно сол өнердегі тұлғаларды айтып отыр ғой. Саусақпен санарлық осы. Мүмкін Асан Әлі ағамыз ба, кім біледі? Мүмкін мен шығармын деген. Мүмкін сіз шығарсыз. Жігіт сізге ұқсайды.
Маған ұқсай ма? Иә. Астағфирулла. Соған қарағанда түздегі балдарыңыз көп қой деймін аға. Жоқ, ол жағынан ұятты емеспін. Ол жағынан менде 7 қарындас болған қара. Туған бір әке, бір шешеден менде 7 қарындас бар. Сондықтан осы жасқа келгенше, боз бала болып, жігіт болып, жынды болып, мынадай кездерде болды ғой, жасырмай. Сондай кезде мен бір қыздың көз жасына қалған емеспін. Қарындастарым есімде тұрады да, міндет. Ол да біреудің қызы ғой. Бір тал шашын түсіруге болмайтын, қолым бармайтын, қанша не болсам да. Енді ұятты болса айтайын, ыңғайсыз емес енді, ол ұят өтіп кеткен адам ғой. Құдайберген марқұммен қатар көп жүрдік қой гастрольдерде. Соны қыздар жақсы көреді ғой, біз жаспыз ол кезде. Бізбен бірге концерттен кейін шығып, қасымызға келіп ресторанда шай-пай ішіп отырады. Соны мен қасыма отырған қызға Құдайберген айтты: қарындас, мен қасыма отыршы, ол саған қазір ақыл айтады, бер кел деп қасына шақырып алатын. Яғни Жалпы осы өнерде аға енді шыны керек қыз балдардың оңай емес шығар, қыз балалардың жолы өте қиын. Қазіргі кезде де өте қиын. Бұрын бүгінгідей қиын болмаған шығар деп ойлаймын, өйткені бұрынғының аяқ жағын біз көріп қалдық қой. Ол кезде қыздардың да, ұлдардың да ұлдық, болмаса қыздық нелерін бағалау емес, өнерін бағалайды. Қанша сұлу болса да, қызықса, оған үйленуге тырысады. Ойнап күліп кетіп қалмайды. Бұрынғы біздің сұлу актрисаларымыздың неше түрлі күйеулері болған себебі сол. Ғашық болды да, күйеуінен тартып алған. Бауыржан көкеміздің момышұлы ғашық болып, бір күйеуі бір әйелді өзіне алып алған. Ғашық болып үйленген. Ал енді ғашық болып ойнап күліп кетіп қалу деген аярлық, кетіп қалу деген мігіттік азаматтық емес. Ондай ол кезде болмайды. Демек ғашық болса күйеуіне де қарамайды. Иә, қазір екінің бірінде. Содан кейін енді қыздарымыз да өнердің жолы ауыр екендігін біліп, себеп салдарын іздеуге, жарқ етіп шығудың амалын іздеп, неше түрлі жаңағындай не деу, жертва дейміз ба? Жертва. Соған бір түндік болады яғни. Бар, құрбандыққа баратындар бар. Бір түндік. Бір күндік, бір түндік құрбандыққа баратындар бар. Соларды құрбандыққа барып алып, жеткендерін де білемін. Кейін ұмытылып, жете алмай қалғандарын да білемін. Жұмаққа барайын деп тұрсыз, бірақ сізден жұмаққа бір қадам аттап кірейін деп тұрсыз. Сізден сұрайды: айналайын тұңғышбай, мен сені жұмаққа не үшін алу керекпін деп. Сол кезде не деп жауап беретін едіңіз аға? Жұмаққа барамын деген алдыма ұлы мақсат қойғамын жоқ. Тек өмірде адал жүруге, таза жүруге талаптанғаным рас. Өзіңіз біліңіз, Алла тағалам деймін. Керемет. Қателігім болған шығар, күпірлігім, пенде болдым, рас. Ақпын, сұмды ақ етегі шамын деп айтпаймын. Балалықпен қателік жібердім, шалалықпен қателік жібердім, пенделікпен қателік жібергендерім барды. Бірақ өмірде менің біліп істеген күнәм болған жоқ. Білмей істеген күнә, қателіктер, ол мені арашылайды ғой деп ойлаймын сол көпірдің алдында. Үлкен рахмет сізге. Алғысым шексіз аға. Аман болыңыз. Сіз тағы да қайталап айтам. Біздің қазақ тірісінде бағаламайтын бір бойымызда сондай бір сорлылық бар да. Шын. Сосын өлгеннен кейін ертең барлығы бағанағы қазаның басында түрлі әңгімелер айтады. Сондықтан аға, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сіздің 80 жасыңызда, сіздің 90 жасыңызда, сіздің 100 жасыңызды рөлді өткізейік. Сіз қазаққа керексіз, алталашқа керексіз. Әмин, пештен құлағына шалынсын, Алланың бұйрығына жазсын. Мен енді сізге бір бағанағы айтып жатсыз ғой, балалықпен істеген ісім болған шығар деп. Сізге мен бір балалықпен қитұрқы бір сұрақтар қойсам, мен кешірім сұрайын. Жоқ, ешқандай ештеңе жоқ. Айып етпеңіз. Ол сен балалықпен қой деп есептемеймін, өзің кәсіби шеберлікпен қойған сұрақтарың ол. Өйткені жүрегіңнен шықпаған сұрақ менің жүрегіме жетпейді ғой. Сондықтан сен менің жүрегімді, жанымды, намысымды, ақыл есімді қозғадың, тырналадың. Сондықтан да мен жауап бердім. Жауаптарым мен ойдақ-сойдақ болды ғой деп ойламаймын. Ол менің жанымда жүрген жауаптар. Тек оны ешкім сұрап жүрген жоқ еді.
Сондықтан мен бұл жерде аярлық жасап, әртістік жасап, қазақтың жаман ой әртіспісің деген. Әртістік жасап, сөз барлық жасап, шешендігіме салып, мен тіпті аспарты шешен де емеспін. Бірақ ойымда көп нәрсе бар. Миымда көп нәрсе бар. Оралхан Бөкеев айтқанша, миымда 1000 миллион құмырсқалар жеп жатыр деген. Сол 1000 миллион құмырсқаның бір 20 шақтысын жыбырлаттың. Ол сенің кәсіби шеберлігің. Рахмет. Меніңше сен де артық ауыз сөз айтқан жоқсың. Мен де аярлықпен бүгіп қалған ештеңем қалған жоқ. Шақырғаның рахмет. Аман бола. Ондай бір соңғы сұрағымды қояйыншы аға. Негізі сіздің самайыңызға қарап отырсам бағанан бері. Мына корона бар ғой? Тура сол корона аспеттес сізде самайыңызда тұр екен. Яғни мына жерде камера крупный планмен алыңызшы ағамды. Мына жерде мына қараңызшы. Біреу, екеу, үшеу. Яғни шынымен де тәждің анау белгілер. Иә. Оны ойламаппын. Ол жаңағы жеген таяқтарымның уайымның салған іздері ғой. Қабағым тиіп ашуланғанымның іздері шығар. Оған рахмет, ол суреткерлікпен оған назар аударғаныңа.